Келеді деп ойламаппын. Қош келдің, масқара. Қайырлы түн, қош келдің. Мынау не деген масқара? Қош келдің. Біз сені осылай жеке өз басым осылай жақыннан көргім келіп жүрген. Мен де. Жас азамат па, кәрі азамат па? Қай жоқсыңыз? Біразын, ау? 93. 93. Біраз негізі адам құрлы көрмейді мені. Керек кездесетін жануар ретінде қарайды. Неге өйтіп ойлайсыз? Үй жануары, дала жануары. Жабайы жануар. Шамалы бір кішкене өйстіп осындай нәрселерді шығармасам азанға дейін ауыратын қабілетім бар. Бірдеңе түртеді түнде. Сонымен осыны шығар дейді, азанға дейін шығарам, содан кейін барып жеңілдеймін. Сол себепті үйдегілерді кететін кезімде бір жетшілдік тарап иш шығарып алған болам. Деп шығарып салып отырамын. Қызылорда. Өзің қай жерден келіп жатсың? Жаңақорғаннан. Жаңақорғаннан. Қазір Жаңақорғанда бұрын Шиелде туылғанмын. Деп мен бүйтіп. Мен ба? Иә, Шиелде, Шанқайда туылып, сонымен жұмыстармен Жаңақорғанға. Жаңа келе салысымен неге олай айттыңыз? Адамдар жануар сияқты қабылдап жүр деп. Әзіл. Айттым ғой сізге ауырам деп кішкене. Алла шипа берсін деп отырсақ тереді. Алла разы болсын, озборға шақырып жатыр екенсіздер. Жалпы бұл маған жарнама стилі ұнады. Өйткені барлық жарнамалар қазір енді әдемі дейді, бір кадрлар өзгертеді, бір ерекше стиль. Бұл шынайы жарнама ма, жоқ прикол ма? Жоқ, шынайы жарнама. Шынайы, сондай тапсырыс келді. Татауы енді менің өзімнің дүниелерімді шығаруға вақытым болмай жатыр ғой жарнамадан. Сонда сіздің қай жеріңіз ауырады? Негізі Кездесті. Саттаған тез қара кездесті. Әлі сөйліңіздер. врач па бұл кісі? Негізі я биотехнолог мамандығым. Негізі жүрегім ауырады. Сонда жарнама туралы сұрау. Бұл тапсырыс болды, иә? Алып деп бастады. Сонда тұрсаң, Инстаграм, бәрі сөйтіп салып жатырмын. Біреу мұрт қойып салады, сақал қойып салады. Мен де көрдім оны. Несін аудиосын алып, өздерінің видеосын түсірген. Бір қарасам әділет жауғанша келе жатыр екен. Мамау. Қатты кешірген. Жалпы бұл әзіл әндер. Күштіге маған формат. Жайдарман кезінде де жалпы көп көрінбеді. Жайдарман кезінде ондай әзіл әңгімелер, әндер болған жоқ. Сіз қай командада ойнадың? Жаңақорған құрамасында ойнадым. Жаңақорған қай жерден Сіз жайдарманшысыз ба? Иә. Жоқ, мен шын айтайын, менде сценарийде жоқсыз. Сосын мен маған тосын сый болып отырды, аяқ астынан жаңа қонақ. Біз әділетке жасаймыз деп салтанатқа жасадық енді отбасымыз. Қазір